Ассаламуалейкум барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге өте ерекше бір жаңалықпен келіп отырмын. Яғни сіз егерде трейдер болсаңыз, немесе енді бастап жүрген трейдер болсаңыз, енді бастағыңыз келіп жүрген немесе жасап жүрген трейдер болсаңыз, сізге арнайы бір керемет жаңалығымыз бар. Яғни сіз өзіңіз сауда жасап қана қоймай, сол сауда жасағаныңыз үшін сізге біз арнайы сыйлық табыстағымыз келіп отыр. Яғни біз XM брокермен бірге отырып, трейдерлердің арасында арнайы конкурс жариялағымыз келіп жатыр. Яғни бірнеше орындар болады. Бізде арнайы 5 орын жарияладық. Яғни бірінші орын, екінші орын, үшінші орын деп. Қазір сіздерге алдымен толық шартымен түсіндіріп өтем. Оның алдында қандай сыйлықтар берілетінін бір айтып бергім келіп отыр. Яғни сіз сауда жасағаныңыз үшін берілетін сыйлықтар. Бірінші орынға біз кәдімгідей қолма-қол түрде немесе аударым түрінде біз 500 мың теңге сыйақы қойып отырмыз бірінші орынға. Екінші орынға трейдерлер үшін өте керемет инструмент қолдануға iPad, яғни сіз iPad арқылы анализ жасауыңызға қолайлы болу үшін сондай сыйлық табыстағымыз келіп отыр. Үшінші орын бізде Қазақстанда Apple компаниясының арнайы тікелей қосымша партнері бар, iSpace деген білетін болсаңыздар, сол iSpace-ке $500 сертификат табыстаймыз. Яғни ол жерге барып Apple компаниясының бір өнімін $500 дейінгі сатып алсаңыз болады. Одан кейін төртінші орынға біз 250 мың теңгелік сыйақы қойып отырмыз. Яғни қолма-қол түрде бере аламыз, немесе сізге басқа қаладан болған жағдайда аударым түрінде де сізге сыйақыңызды жіберетін боламыз. Және бесінші орын жаңағы iSpace партнерына Apple-дың $250 сертификат табыстаймыз. Яғни соған барып өзіңіз $250 дейін кез келген өнімін сатып алсаңыз болады. Осындай 5 орынды қойып отырмыз. Яғни сіз бұрын сауда жасап жүрген адам болсаңыз, немесе енді бастап жүрген адам болсаңыз, сол бұрынғы саудаңызды жасай бересіз. Тек сол саудаңыздың көлеміне байланысты біз орындарды белгілейміз. Бірінші орын, екінші орын деген сияқты сол орындарға ескере отырып, осы сыйақыларды сіздерге табыстағымыз келіп отыр. Яғни бұрын тек трейд жасап қана қойған болсаңыз, қазір сол трейд жасағаныңыз үшін, сауда жасағаныңыз үшін осындай арнайы конкурсқа қатыса аласыз. Енді бізде арнайы қатысу шарттары бар. Яғни қазір сіздерге қалай тіркелу керектігін көрсетем. Бірінші кезекте кімде счет жоқ, XM брокерінің счеты жоқ, соны арнайы біздің сілтеме арқылы конкурсқа тіркелу сілтемесін қолдана отыру арқылы счетты ашып көрсетемін. Оны MetaTrader'ға тіркеп көрсетемін. Ал бұрын счетыңыз бар болған жағдайда арнайы бізде код бар, сол кодты қолдана отырып, сол конкурсқа қатыса аласыз. Яғни бұрын тек сауда жасап қана жүрген болсаңыз, қазір сол сауда жасағаныңызбен қоса сол конкурсқа тіркеліп, қосымша осындай сыйлықтарға ие бола алады екенсіз. Ендеше бастайық. Бірінші кезекте, егер де сізде счет бар болса, онда видеоның осы бөлігінде біз счет арнауға арнаймыз. Келесі бөліктерінде біз сол счетыңыз бар адам болсаңыз, кодты қалай қолданып, қалай конкурсқа тіркелу керектігін счет ашқаннан кейінгі бөлімде сіздерге толығымен көрсетіп өтетін боламын. Және де конкурсқа қатысу арқылы, плюс счет ашу арқылы сіз өзіңізге счет ашқаныңыз үшін XM брокерінің берілетін сізге арнайы $30 бонусы бар. Ешқандай ақша салмаған күннің өзінде де счет ашқаныңыз үшін сол $30 қолдану арқылы сауда жасап, сол саудадан тапқан пайдаңызды шығарып алсаңыз болады. $30-дың өзін шығара алмайсыз, бірақ сол $30 қолданып сауда жасап тапқан пайдан шығара алуға болады. Яғни тек қана счет ашқан күннің өзінде. Сіз яғни счет ашасыз, бонус аласыз, плюс сол арқылы сол счетпен ары қарай сауда жасап конкурсқа да қатыса аласыз деген сөз. Яғни ары қарай көбірек конкурста ұту үшін бізге әрине өзіміздің сол депозит қосымша берілетін бонуспен қоса өзіміздің ақшамызды қосып үлкен түрде сауда жасау керек. Оның шарттарын тағы да видеода мен сіздерге толық түсіндіріп өтетін боламын. Дәл қазір біз кімде брокерлік счет жоқ және сол брокерлік счетты ашу арқылы қалай конкурсқа сілтеме арқылы тіркелетінін біз көрсететін боламыз. Яғни брокерлік счет кім жоқ, соны осы бөлігін, видеоның осы бөлігін толық қарап, счетты ашып, MetaTrader'ға тіркеп, және конкурсқа тіркелулеріңізге болады. Және осы бөліктен кейін біз уже XM брокермен жасап жүрген адамдарға арнайы конкурсқа тіркелу кодын қалай жалғауымыз керек, соны айтатын боламын. Дәл қазір біз счетты қалай ашамыз, соны толығымен сіздерге көрсетіп өтемін. Ең бірінші кезекте YouTube'қа кіреміз. Соның ішінде менің атымды толық жазып, YouTube каналымды тауып аласыздар. Сол арқылы кез келген видеоның описание бөлімін өтсеңіздер болады. Соның ішінде біз міне соңғы видеодағы описание бөлімін өтейік. Соңғы видеоның ішіне кірсеңіздер, мінекей описание бөлімі бар. Описанияның ішінде ана жерде міне осы сілтемеге өту арқылы $30 бонус ала аласыз деген сілтеме бар. Оның астында код деген бар, иә. Осы жердегі сілтемеге басасыздар. Сілтемеге басу арқылы біз уже конкурсқа тікелей тіркелетін сілтеме арқылы уже счетта ашылады и конкурсқа да бірден тіркелетін сілтеме болып табылады, иә. Мына жерде принять басамыз.
Так, енді қараңыздар. Мына жерде шотыңыз жоқ болса, онда новыйдан бастап біз полный данныйларымызды енгізіп, жаңадан шот ашамыз. Ең бірінші кезекте мына жерде бізде Қазақстан таңдалу керек. Мына жерге почтаға өзіңіздің Mail.ru немесе Gmail почталарыңыз жазсаңыздар болады. Так, мінекей мына жерге біз толық почтамызды жаздық. Яғни сізге қазір қолданып жүрген, себебі сол почтаға сілтеме бару арқылы біз өзіміздің шотымызға подтверждение жасаймыз да. Астына пароль өзіңіз қалаған. Бұл жерде шарттары бар, яғни 15 символдан тұру керек, әртүрлі нелер қосылу керек деген соның барлығы сәйкес өз пароліңізді қоясыз. Сосын галочканы басасыз. Мына жерге код партнера дегенді сұрайды. Ол жерге жазу не обязательно, бірақ жазып қойсаңыздар да болады. Оны жазу үшін жаңағы мына жердегі описание бөлімінде де код тұр, XRD BP деп тұр. Соны жазсаңыздар болады, бірақ жазу не обязательно болып табылады. Так, регистрацияны басамыз. Так, енді мына жерге бізге проверьте свою почту деп тұр да. Басқаннан кейін өзіміздің почтамызға кіреміз. Мінекей біздің почтаға XM Global'дан сообщение келеді шот ашқанымыз үшін. Сол жерде мына жерде подтвердите деген жасыл кнопка шықты. Осы кнопканы басамыз. Басу арқылы біз шот ашқанымызға подтверждение береді екенбіз. Все, бізде подтверждение шықты. Мінекей шотымыз уже ашылды. Енді ары қарай біз сол шотымыздағы документтеріміз тіркелу арқылы реальный шот ашуға, документтеріміз салу арқылы реальный шот ашамыз да. Ашылып болды. Енді қараңыздар. Мына жерде бізде екі түрлі приложение қажет болады. Бізге XM брокерінің приложениесін жазып аласыздар, App Store-дан немесе Play Market-тен или Play Store-дан жазып аласыздар, және MetaTrader 5 деген екі приложение керек. Бірінші кезекте XM брокерінің өзінің приложениесін жазып аласыздар. Жазылып болғаннан кейін жаңағы біз ссылка арқылы өтіп ашқан тіркеген почтамыз бен паролімізді осы жерге жазамыз. Мына жерде бізде логин деп тұр. Логинді басамыз. Мына жерге жаңағы почтамызды жазамыз. Так, мына жерге біз жаңағы тіркелген почтамыз бен паролімізді жаздық. Сөйтіп логинді басамыз ары қарай. Мына жерге басқаннан кейін тағы да код сұрайды. Почтамызға келген кодты мына жерге енгіземіз. Мысалға мына жерде 312-421 деп келіп тұр. И көк кнопканы басып жібереміз, ары қарай кодты подтверждать ету үшін. Так, енді мына жерге біздің немізді сұрайды, биометриялық түрімізді сұрайды. Сол жерге камераны қосу арқылы өзіңіздің түріңізді көрсетесіз. Так, дальше біз уже логин паролімізді жазып кіргеннен кейін жаңағы өзіміздің шотымызды верификациядан өткіземіз. Ол үшін мына жерде оң жақта бізде адамның суреттері, кошелектің оң жағында. Соны басамыз. Сосын мына жерде міне verification деген сөз тұр. Соны басамыз. Вот, бірінші кезекте бізге номер керек. Номерден бастап жазамыз. Так, телефон жаздық. Телефон қазір код келеді, соны енгіземіз. Так, енгіздік. Так, енді мына жерге толық аты жөнімізді жазып, қазір документ бойынша жазуымыз керек та. Қате болмау керек. Егер де сіздің осы удостоверениеңізбен, удостоверениенің арт жағында бізде не болады? Сіздің атыңыздың латынша яғни ағылшынша варианты бар, сонымен бірдей қылып жазыңыз, иә. Қате болып қалған жағдайда сіздің шотыңызды ашпай қоюы мүмкін. Так, толық неміз жаздық. Өзіміздің документіміз бойынша латынша аты жөнімізді және туған күнімізді жаздық. Келесі бөлімге өттік. Енді бұл жерге біз адресімізді, яғни тұрақты қай жерде пропискада тұрсыз, сол жердегі адресіңізді жазасыз. Және ол адресті білу үшін Каспийдан немесе Егофтан арнайы жаңағы психдиспансердің справкасын алсаңыз болады. Дәл осы справканы біз адресті подтверждать ету үшін де қазір жүктейтін боламыз. Және сол арқылы сіз өзіңіздің қай жерде пропискада тұрғаныңызды, толық адресіңізді біле аласыз да. Мысалға, мына жерге біз адресімізді полный жазып шығайық. Мына жерге бізге толық жаңағы не бойынша, прописка бойынша справкада көрсетілгендей адресті толық жазып шықты. Қаланы, адресті, көшенің номерін және почтовый индексті жаздық. Сонымен континьюді басайық. Так, мына жерде бірнеше сұрақтар қойылады бізде. Осыған дәл мен сияқты жауап беріңіз деп, мына жерде yes-ті басу керек. Одан кейін мына жерде ендігі кезекте бізде сұрайтыны удостоверениямызды алдын және артын түсіру керекпіз. Так, мына жерде галочканы басамыз, стартты бастық. И мына біріншіні таңдаймыз. Так, енді алдын түсіріп болдық, енді артын түсіреміз да. Енді бізге удостоверение алды артын түсіріп болдық, енді өзіңіздің полный бетіңізді түсіру қажетпіз. Так, удостоверениені түсірдік, бетімізді түсірдік, енді жаңағы айтқан адресті подтверждать ететін документ ретінде Каспийдан немесе Егофтан психдиспансердің справкасын алсаңыздар болады. Соны осы жерге қазір жүктейтін боламыз. Яғни адресімізді подтверждать ету үшін да. Мына жерде өзіміз қай жерге сақтадық, соны аламыз. Так, біз
өзіміздің документімізді жүктедік, түрімізді түсірдік, адресті подтверждать ететін документті салдық. Енді сол счетымыз ашылғаннан кейін бізге XM брокері арнайы бағана айтып кеткендей не береді? $30 бонус береді. Ол үшін мен айтпақшы сіздерге ағылшын тілінде болған жағдайда қалай тілін ауыстыру керек деген бір көрсетіп өтейін да. Оң жақ бұрышта бізде адамның суреті тұр, соны басамыз. Сосын настройка дегенге кіреміз. Соның ішінде міне астында сіздерде language деп ағылшынша тұруы мүмкін. Сол language-тің ішінен орыс тілін таңдап алсаңыздар болады. Кімге қалай ыңғайлы, орыс тілін интерфейсін орыс тіліне аударып аласыздар. Енді келесі $30 бонусты біз қалай аламыз? Ол үшін оң жақта міне бізде конкурсы деген оң жағында еще деген кнопка тұр. Соны басамыз. Соның ішінде мына жерде бонусы деген бар. Осы бонусы басамыз. Және бездепозитный бонус деп тұр. Соны басамыз. Получите деп бізге $30 нені ұсынып тұр. Получить бонус дегенді басамыз. Ваш счет верифицирован. $30 бонус бізге берілді. Мінекей, уже счетымызда $30 бонус бар. Яғни сіз осымен ақ сауда жасап берсеңіз болады. Және онымен қоса сіздің ақша салғаныңыз үшін де сізге кэшбэк ретінде былайша айтқан кезде мысалы $100 салсаңыз үстінен мысалы 50% немесе кейбір моменттерде 100% қосып беруі мүмкін, кейбір 20% қосуы мүмкін деген сияқты әртүрлі кезде брокер әртүрлі нелер қойып отырады, осындай бонусный сыйлықтар қойып отырады да. Мінекей бізге $30 бонус түсті. Енді ары қарай біз қалай ақша салып шығарамыз және MetaTraderге қалай жалғаймыз, сол туралы сіздерге қазір толығымен көрсетіп өтемін. Ол үшін мінекей бізде мына оң жақта адамның суретінің сол жағында кошелектің белгісі тұр, соны басасыздар. Соның ішінен мінекей пополнить деген бар, вывести деген бар, осының ішінде пополнитті басамыз. Ана жерде криптовалюта арқылы немесе Apple Pay арқылы немесе карта арқылы өзіңізге ақша салсаңыз болады счетыңызға, кімге қалай ыңғайлы да. Енді қараңыздар, біз қазір карта арқылы саламыз. Енді бір ескертетін жағдай бар. Қазіргі бізде Қазақстан Республикасының заңдары бойынша соңғы әртүрлі жағдайларға байланысты мемлекеттегі ақшаның сыртқа шығып кіруіне байланысты көптеген заңсыз әрекеттер болғандықтан банктерде әртүрлі нелер болуы мүмкін, тексерістер болуы мүмкін. Яғни біз брокерлік счетқа ақша салған кезде банк сіздің ақшаңызды бірден қабылдамай, то есть бірден брокерлік счетыңызға түсірмеуі мүмкін. Өйткені соңғы әртүрлі жағдайларға байланысты, яғни мемлекеттің ақшасын сыртқа шығару, яғни заңсыз түрде шығару дегенге тексеріс болып жатыр. Соған байланысты мемлекеттен, то есть банктердің сіздің счетыңызды звондап тексеруі әбден мүмкін. Бұл ешқандай қорқатын жағдай емес, өйткені біздің жасап отқан брокеріміз заңды түрде Орталық Азиядағы нақты лицензиясы бар. Яғни банкке звондаған кезде сіз айтасыз, мен осындай брокерлік счетқа ақша салғалы жатырмын немесе шығарғалы жатырмын деген сияқты нақты айтасыз. XM брокері осыған ақша салғалы жатырмын. Яғни және де сіз оған өзіңіз жауапкершілік аласыз ба деген сұрақтар қояды. Иә, өзім жауапкершілік аламын дейсіз. Маған ешкім рекламировать еткен жоқ. Яғни өзімнің жауапкершілік түрде өзім ақшамды өз мойныма аламын деген нәрсені айту керексіздер. Өйткені банктердің ол міндеті, яғни сіздің ақшаңыздың біреу, мысалға мошенниктер біреулер алып сіздің ақшаңызды шығарып алып жатқан болуы мүмкін деген жағдайда тексеріске түсуі мүмкін. Сол себепті егерде банктерден солай звондаған жағдайда қорықпай алып, мінекей брокерге ақша салғалы жатырмын, XM брокері тіптен мысалға алдағы уақытта тұрақты айналысқан жағдайда үлкен суммалар айналдырған кезде сондайлар банктерден звондауы мүмкін. Ол кезде тіпті кейбір моменттерде сізді банктың отделениясына шақыруы мүмкін. Ол кезде қорықпай барып, XM брокерінен өзіңіздің выпискаңызды көрсетіп, міне мына брокермен жасаймын, осындай ақша салып шығарып жатырмын деген нәрсені көздеріне көрсетсеңіз болды, олар сіздің счетыңызға ешқандай кедергісіз операция жасай беруіңізге рұқсат береді. Өйткені бұл дәл қазіргі заңға байланысты тексеріліп жатқан бір жағдай болып тұр. Сондықтан ол нәрсенен біз сіздерге алдын ала ескертіп кетуіміз қажет. Бұл кез келген банкте солай да. Енді давайте $30 бонусымыз бар, онымен де сауда жасай берсек болады. Плюс неге қатысу үшін, конкурсқа қатысу үшін біз өзіміздің счетымызға ақша салуымыз қажет болады да. Плюс үстінен міне пополните счет и получите депозитный бонус 100%. Яғни мысалы қазір біз $100 салып көреміз, $100 салсақ үстінен тағы $100 бонус береді, яғни $200 арқылы біз сауда жасай алады екенбіз. Ол үшін мінекей біз пополнитті басып жіберсек болады мына жерде, немесе мына кошелекті басып сол арқылы толтырсақ та болады. Пополнитті бастық, мына жерде картаны таңдадық. Мына жерге мысалға біз $100 деп жазамыз. Пополнитті бастық, подтвердить. Мына жерге өзіміздің картамыздың данныйларын жазамыз. Мына жерге өзіміздің ақша салатын картамызды енгіздік, яғни 16 номерін, датасын және де арт жағындағы CVV кодын енгіздік.
өзіміздің аты жөнімізді жаздық картадағы. Сол бойынша мына жерге суммамыз жазылып тұр. Внести депозит дегенді басамыз. Ескерте кететін момент, ақша салған кезде, мінекей бізге ақшамыз сразу түсті. Ақша салған кезде сіздердің интернет покупкаларыңыз ашық тұру керек, яғни жаңағы интернеттен сізден алынады ақша, сол кезде не тұрмау керек, ограничение тұрмау керек, интернет покупкаларыңызды міндетті түрде ашып қойыңыздар. Ашық болмаған жағдайда онда счеттан ақша алынбай қалады. Так, мінекей бізде уже ақша түсті, $100 түсті счетымызға. Міне бізде уже $230 болып тұр, 30 доллар бонусымыз бар, $100 салғанымыз үшін қосымша берілетін 100% бонусымыз бар. Сонда біз $100 салу арқылы, счетты ашу арқылы қосымша сауда жасауымызға көмек ретінде брокердің беретін сыйақысы $130, яғни общий $230 мен біз сауда жасауымызға болады екен. Яғни біз осылай счетты осылай ашамыз, ақшаны осылай саламыз. Енді біз осы XM брокердің ішінен де сауда жасай берсек болады. Бірақ та бізде бұл жерде сауда жасау кішкене қолайсыз болғандықтан, көпшілік брокерлер өзінің платформасында қолайсыздық болғандықтан, көпшілік брокерлерді трейдерлар не істейді? MetaTrader 5 атты программаға, яғни платформаға брокерлік счетты жалғап, сол арқылы сауда жасайды. Дәл қазір соны қалай жалғайтынымызды сіздерге көрсетіп өтемін. Ол үшін қараңыздар, бізде MetaTrader 5 деген приложениені жазып аласыздар. Соған кіресіздер. Мына жақтағы барлығын нетіп тастайық. Мінекей, мына жерде бізде Trader Accounts, New Accounts деп тұр да. Біз жаңа аккаунт қосу үшін New Accounts дегенді басамыз. Вот, мына жерге поиск шықты, Осы поисктің үстіне біз XM брокерін іздеп табамыз. Ол үшін ол информацияны қайдан аламыз? Яғни біз XM платформасына кіреміз брокерский счетымызға. Сол жерден 230 деген санның үстінен басқан кезде біздің счетымыздың данные шығады. Соның ішінде действие дегенді басамыз. Действияны басқаннан кейін информация по счету деп тұр. Соны басамыз. Вот мына жерде полный біздің MetaTrader'ға тіркейтін информацияларымыз тұр. Міне бірінші кезекте сервер деп тұр. Соны копировать етіп алдық. Копировать етіп аламыз да жаңағы MetaTrader'ға кіріп, бізде MetaTrader'ға кірген кезде New Account дейміз. На поискке сол жаңа копировать етіп алған серверімізді жазамыз. Сонда бізге поисктан XM Global деген шығады. Соны бастық. Соны басып болғаннан кейін Meta 5.18 мән беріңіздер. Мына жерде Meta 5.18 деп тұрма, басқа сан кейде шығып қалуы мүмкін. Соны тексеру қажетсіздер. Логинға мына жерде номер MT деп тұр. Соны жазасыздар, копировать етіп аласыздар да, логинға соны жазасыздар. Паспортқа, парольға не жазасыздар. Яғни бағана сіз XM-ға тіркелген кезде өзіңіз құрған пароль бар ғой, сол парольді жазасыздар. Так, полный жаздық, данный дұрыс болу керек, данный қате болған жағдайда сіздің счетыңызға кірмей қалуы мүмкін, жаңағы информацияларды толық тексеріңіз. Дәл осылай біз XM брокерін MetaTrader'ға осылай жалғайды екенбіз. Енді онымен қалай сауда жасайтындығын сіздерге толық көрсетіп өтейін. Мінекей, бізде счетымыз тұр, реальный аккаунтымыз бар. Мына жерде бізде әртүрлі кнопкалар тұр. Соның ішінде бірінші кезекте біз өзімізге керекті инструменттер таңдап алуымыз үшін мына жерде не бар? Ручканың белгісі бар. Ручканы басамыз. Мына жерге өзімізге керек емес бүкіл инструменттерді удалить етіп тастаймыз. Мысалға бізге керегі қандай инструменттер? Мысалға алтын болуы мүмкін. Алтын жазып аламыз. Немесе бізде гер бар. Мысалға евро USD керек болуы мүмкін деген сияқты қосып аламыз. Мысал ретінде алтынға кірейік. Қазір сіздерге қалай ашып жабу керектігін қосымша көрсетіп өтейін. Міне бізде счетымызда $100 бар, ар жағында бонуспен $230 болып тұр. Енді мысалға алтынға кірейік. Міне алтынның үстінен басамыз. Мына жерде трейд чарт деп тұр. Трейд басатын болсақ, сразу сделка ашуға болады. Чартқа кірсек, біз мына жерден график көре аламыз. Мына жерде таймфреймдерді ауыстырып, Мысал ретінде мінекей мынандай. Мысал ретінде қазір ешқандай анализсіз, біз ешқандай анализ жасап жатқанымыз жоқ. Просто қалай сделка ашып жабу керектігін бір қарап өтейік. Мына жерден графикті ашып қойып, бір сделка жасасақ болады. Мына үстінен басасыз. Мына кіріп тұрасыз. Мына жерде оң жақта бізде қызыл және көк кнопка тұр, оң жақ бұрышта. Соны басасыз. Мына жерге лоттар жазасыз. Ең минимальный штукпен аша береге. Біз ешқандай анализ жасап жатқандықтан, мысалға лонг ашу үшін бізде buy кнопкасын басамыз, шорт ашу үшін sellді басамыз да. Мысалға buy кнопкасын басып лонг ашып көрейік. Мінекей. Және бізде шыққаны принятьті басып бересіздер. Мінекей бізде лонг ашылды. Лонг ашылғаннан кейін біз оның stop loss take profit'ін қоямыз да. Мына жерден мына buy 0.01 деп тұрған үстінен басамыз. Сонда бізде SLTP деген екі не шығады. SL деген бізде stop loss, яғни былайына stop loss қойсақ болады. Take profit деп мысалға үстіне былай қойсақ болады. Осылай stop loss take profit өзіңіздің анализіңіз бойынша осылай қойып аласыз.
Енді бұл жерде біз өзіміз жапсақ болады, немесе қолмен жапсақ болады, немесе осы стоп-лосс take profitқа жеткенін күтсек болады. Плюс енді шорт ашып көрсетейік басқа инструменттен. Мысалға Euro USD-дан көрейік. Euro USD-ні мысалға шорт ашып көрейік. Минимальный лотпен аштық. Так, стоп-лоссты былай қойып көрдік. Take profitті былай қойып көрдік. Бастық. И былай болады. Енді қараңыздар. Бір жерде қолмен жапсақ болады, немесе өзіміз жапсақ болады дедік. Қолмен жабу үшін не істейміз? Мынаның үстіне басып тұрамыз. Close position дегенді басамыз. И жауып жібереміз. Былайынан. Так, алтынды пока күте тұрайық. Енді қараңыздар. Чарт арқылы ашуға болады. Былайынан чартқа кіріп ашамыз дедік қой. Чартқа кіріп ашсақ болады. Немесе мына жерден ашсақ болады. Gold дегенді басып тұрамыз. Trade дегенді басамыз. И сразу мына жерге штугын жазамыз. Лотты жазамыз. 0,01. Яғни бұл жерде ескеру қажет, риск менеджмент сақталу үшін лотпен дұрыс жұмыс жасай алу керек. Ол туралы біздің YouTube каналымызда бар, лотты қалай есептейміз деген. Оны тоже бір қарап шықсаңыздар болады. Мысалы 0,01 деп осы жерден мысалға стоп-лосс take profitін қойып сразу нетіп жүруге болады, немесе мына жерден де мысалға сделка ашуға болады деген сөз. Былайынан. Пока что тұра берсін. Особо бір қатты бір өзгеріс бола қоймайды. Өйткені өте аз лотпен жасап жатырмыз да. И так, бұл болды. Енді қараңыздар, біз осы MetaTraderмен жасаған бүкіл шотымыздағы сделкалардың барлығы бізде мына жерде XM-нің өзінде де көрініп тұрады. XM-нің өзінде де көрініп тұрады былайынан. Яғни біз MetaTrader'да не жасасақ, XM-да да дәл солай қайталана береді екен. Так, мінекей біз қолмен жапсақ болады дедік. Мына жерде мысалға мынаны таңдап полный позицияларын барлығын жауып жүрсек болады. Осылай. Енді жауып болғаннан кейін біз шоттан ақшаны қалай шығарамыз? Енді қараңыздар, ескертетін момент, сіздерге берілетін үстіне 100%-лық бонус бар, және $30 бонус бар. Енді қараңыз, сіз $100 салғаныңыз үшін сізге үстінен $100 беріп отыр ғой. Егер де сіз $100 ол кезде шығарып алатын болсаңыз, онда берген бонусты қайтадан алып қояды. Яғни сізге ол қандай көмек? Үлкен депозитпен ары қарай өзіңіздің қосымша сумаңызға үлкенірек депозит жасап, сауда жасауға көмек ретінде. Плюс $30 да дәл солай. Сіз сол арқылы оборот жасап, үстіндегі ақшасын шығара ала берсеңіз болады екен. Енді біз қазір қалай ақша шығару керектігін көрсетіп өтемін. Оң жақта бізде мына кошелек тұр. Соның ішінде вывести деп тұр. Вывестиді басамыз, мына жерде принимаюды басамыз. Дәл мына жерде бізде соңғы біз картамен салғандықтан бізге осы вариант ұсынып тұр. Осыны басамыз. И мына жерге уже салған немізді бәрін көрсетіп тұр. 103-те 56 деп басайық. Галочканы басамыз и запросить дейміз. Пока ақша түскенше, уже XM брокерінің шоты бар кісілер қалай конкурсқа тіркеле алады, соны көрсетіп өтейін. Ол үшін сіз мына жердегі өзіңіздің шотыңыздың үстінен басасыз да, новый шот дегенді басасыз. Яғни уже бұрын жасап жүрген кісі болсаңыз, новый шотты басасыз, реальныйды басасыз. Мына жерде MetaBestті басып, жаңа шот ашасыз. Мына жерге мысалға өзіңіз қалаған ат, мысалға $1000 деп мысалға ат қоясыз. Мына кнопканы басасыз. Вот осы жерде міне ескерті кететін нәрсе, конкурсқа тіркелу үшін міндетті түрде мына жерде партнердің кодын жазу керексіз. Міндетті түрде. Яғни сол арқылы мен сіздердің полный жаңағы шоттарыңызды конкурсты тіркеліп, сол жерден бақылап отыра аламыз. Яғни кім қай орында тұр, қалай жасап жатыр, соның барлығы көрінеді. Сол арқылы біз бірінші, екінші, үшінші орындарды анықтаймыз. Енді бұл жердегі код партнерға нені жазамыз? Мына жердегі біздің YouTube каналға бағана айтып кетті қой. Код деген сілтеменің астында код деп тұрды. Осы кодты енгіземіз. XRDBP дегенді енгізесіздер. Яғни бұрын шотыңыз бар болса, жасап жүрген болсаңыз, конкурсқа тіркелу үшін осы код партнераны міндетті түрде енгізесіз. Сол арқылы уже автомат түрде конкурсқа қосыласыз. Сол арқылы уже жаңағы сіздің қаншалықты жасағаныңызды, және қай орында тұрғаныңызды біз автоматты түрде біле аламыз. Код XRDBP деген жазамыз. Дұрыс, жаздық и даледен басамыз. Мына жерге өзімізге қажетті парольді жазамыз, яғни XM-ға тіркелген. Жаздық. Так, мен шот ашылды. Енді қараңыз, уже кодпен тіркелген шотыңыз ашылды. Енді осы шотқа ақша салып, бұрын мысалы басқа қосымша шотпен жасап жүрсеңіз, енді тағы да бір қосымша шот ашыңыз. Яғни сол ақшаңызды уже осы шотқа аударып жасай бересіз. Бұрын қалай сауда жасап жүрдіңіз, дәл солай сауда жасай бересіз. Уже жаңа код тіркелгендіктен сіз сауда жасап жатқаныңыздың барлығы есептеліп, уже конкурсқа автомат түрде қатыса береді екенсіз. Так, бүгінгі видеода сіздерге, яғни конкурсқа қалай тіркелу керек деген, шоты жоқ кісілерге қалай шот ашып, MetaTraderмен жұмыс жасау керектігін көрсеттік. Және де онымен қоса шоты бар кісілерге, XM брокеріне шоты бар кісілерге қалай
кодты қолдану арқылы конкурсқа қатыса алатынын да көрсеттік. Түсінбеген жерлер болса, қайтадан видеоны қарап шықсаңыздар болады. Плюс енді шарттары бойынша. Шарт бойынша, яғни сіз бұрын қалай сауда жасап жүрдіңіз, дәл солай сауда жасай бересіз. Енді шарты мынандай. Яғни сіз полный ссылкамен код арқылы тіркеліп шықтыңыз ғой, сол жерде сіздің счет номерлеріңіз тұрады. Яғни кім көп лот жасады, яғни кім көп лот жасайды, сол дәл солай орындар ала береді да. Яғни мысал ретінде ең кемі дегенде қатысу үшін, кем дегенде сіз бір айдың ішінде 10 лот жасауыңыз қажет болады. Яғни 10 лоттан көп жасаған кісілер автоматты түрде уже орынға таласа алады былайынша айтқан кезде. Дәл солай мысалға бір кісі бір айдың ішінде мысалы 30 лот жасап бірінші орын алуы мүмкін. Или бір кісі 100 лот жасап кетуі мүмкін де бірінші орын алып кетуі мүмкін деген сияқты. Яғни кемінде 10 лоттан бастап кім көбірек лот жасайды, жалпы әртүрлі инструменттермен да, кім көп лот жасайды, сол лоттардың барлығын біріктіре отырып, яғни біз ана жерде система автоматты түрде кім көп лот жасаған бойынша орындарды бізге белгілеп береді. Сол орындар бойынша сіздің счет номеріңізге қарай отырып, және полный аты жөніңізді ескере отырып, біз айдың соңында полный жаңағы жеңімпаздарды жариялайтын боламыз. Яғни мысалға сіз өзіңіз бір айда 100 лот жасап, басқа кісілердің барлығынан асып кеткен болсаңыз, сізге уже автоматты түрде айдың соңында осы YouTube каналымызда жеңімпаздарды айтып, хабарлайтын боламыз. Сол арқылы сізге жеке байланысқа шығып, өзіңіздің немесе Алматы қаласында болсаңыз, немесе Астана қаласында болсаңыз, XM брокері сізге арнайы, XM брокері мен бірге отырып, сол жаңағы приздарыңызды табыстайтын боламыз. Приздарды тағы да айтып өтейін. Бірінші орынға біз 500 мың теңге деп қойдық, екінші орынға iPad деп қойдық, үшінші орынға біз iSpace-ға $500 сертификат дедік, төртінші орынға 250 мың теңге дедік, бесінші орынға жаңағы iSpace-ға $250 сертификат табыстаймыз дедік. Осы жүлделерге ие болу үшін бұрын қалай сауда жасап жүрдіңіз, немесе жаңадан бастап жүрсеңіз, дәл осы шарты кім көбірек лот жасайды, кемінде 10 лоттан басталады. Бір айдың ішінде көбірек лот жасаған адамдардың арасынан осы сыйлықтарды біз табыстайтын боламыз. Жалпы негізгі конкурстың мақсаты осындай. Яғни сіз өзіңіз жай ғана сауда жасап қоймай, мотивация ретінде сізге XM брокермен бірге отырып, осындай сыйақыларды табыстағымыз келіп отыр. Негізгі бүгінгі видеоның мақсаты осы. Шот ашылмаған кісілерге шот ашуды көрсеттік, конкурсқа тіркелуді көрсеттік, және негізгі приздардың, осы конкурстың шарттарымен толық таныстырып өттік. Алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Айдың соңында біз сіздерге жеңімпаздарды анықтап, кім көп лот жасағанына қарай осы сыйлықтарды табыстайтын боламыз.